Саламатсыздар, құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар. Осыдан 4 ай бұрын ата-аналар мектепке жетектеп, 1-ші сынып табалдырығынан аттатқан бүлдіршіндер бүгін сауат ашып, білім алып, мектеп сатысының бір кезеңін артқа қалдырды. Бұл кезең әліппе кезеңі. Барлық кітапты атасы әліппе. Бұл кітап бүкіл ғылым дүниесінің алғашқы жолы, білімге бастайтын сара жол. Әліппені алғаш қолға ұстаған сәт әрбір адамның есінде ұзақ сақталары сөзсіз. Сондай-ақ әліппемен қоштасу да 1-ші сынып оқушылар үшін өміріндегі елеулі оқиға. Олай болса, құрметті қонақтар, 1-ші Б сынып оқушыларының рахмет саған әліппем атты әліппемен қоштасуға арналған ертеңгілігімізге қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум, уа халқым! Мектеп деген білім кені, жыр кені. Мектеп деген ғылымның ең үлкені. Мектеп деген тәрбиесі адамға, мектеп деген даналардың мекені дей отырып, осы мектебіміздің ауыр жүгін арқалап жүрген мектеп басшыларына ертеңгілігімізді ашып беру үшін сөз кезегін береміз. Ашып береміз, осылай лайығына сөйлесіп. Ал құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар, мына бүгінгі маңызды күндер сіздер үшін әліппемен қоштасу күні құтты болсын. Ең алғаш әліппені қолға ұстаған кездеріңіз естеріңізде сақталса, әліппемен қоштасу да дәл солай есте қалады. Әліппемен тек қана әріптерді ғана үйренген жоқсыңдар, балалар. Сонымен қосып, дос болуды да, тату болуды да, үлкенді